Ал келесі біздегі тақырып ол Оғыз мемлекеті. Жалпы Оғыз мемлекеті қарап отырсақ, осы Сырдарияның орта және төменгі ағыстарын жалпы осы жерде билік құрған. Ол Оғыз мемлекеті осы 9 ғасырдың аяғы мен 11 ғасырдың басында осы жерде билік құрған болатын. Жалпы Оғыз мемлекетінің билеушілерінен бәрі кім Алиханды, Шахмәлікті айтсақ болады. Негізгі саяси әлеуметтік маңызды оқиғаларға тоқталар болсақ, 9 ғасырда құрылады, астанасы Яңгекент қаласы болады. Ал осы Оғыздардағы тайпалардың саны 24-ке жетеді. 965 жылы маңызды жорықтарының бірі болады. Ол Киев Русьмен бірге бұлғарларға қарсы жорық болады. Ол бұлғарларға қарсы жорық одан әрі жалғасып, 10 ғасырдың аяғында бұлғарларға қарсы орыс князі Владимирмен біргеді. Қарға теңіз бен Дон жайылымдарын осы жерде қаратып алады. Ал 1041 жылы осы Шахмәлік Хорезмді жаулап алады. Ал бұл Оғыздар туралы негізгі деректер қалдырған Әл-Бируни және Оғызнаманың авторы Рашид ад-Дин және Махмұд Қашқари. Ал 10 ғасырда осы қыпшақтармен қарым-қатынасы жақсарады, бірақ осы 10 ғасырдың аяғында, 11 ғасырдың басында қыпшақтар елдің әлсірегенін пайдаланып, Оғыз мемлекетінің оларды басып алып, жалпы жаулап алған болатын. Келесі бізде ол ұйғыр қағанаты, ол бір ғасырға жуық өмір сүрген, яғни 744-840 жылдар аралығында. Жалпы жер аумағы Қазақстанның шығысы, Қырғызстан, шығыс Түркістан болып. Жалпы билеушілерін айтатын болсақ, Қарақұтлық, Білге Құтлық, Тонжы, Боғрахан және Шығыс Қаған секілді билеушілері болған. Жалпы 744 маңызды оқиғаларына тоқталар болсақ, осы 744 жылы құрылады. 763 жылы Қытаймен саяси экономикалық келісім жүргізеді. 777-782 жылдар аралығында Қытайға қарсы күрес жүргізеді. Және 8-9 ғасырларда осы исламға өтпей тұрып, ең қызығы бұлар буддизмді қабылдаған болатын. Ал 813-820 жылдары осы Боғдаханның билігі кезеңі болады. Ал осы 9 ғасырда исламды қабылдайды олар. Ал осы 840 жылы қарлұқтар осы ұйғыр қағанатын басып алады. Ал жалпы осы ұйғыр қағанаты олардың маңызы әскери, саяси, мәдени, діни ықпалының арқасында түркілердің тарихында маңызды рөл атқарған болатын. Ал келесі біздегі мына түрк қағанаты емес, жалпы мен картаны пайдаланайын деп отырмын. Келесі біздегі ол Қарахан мемлекеті. Қарахан мемлекеті жалпы Жетісудан, міне көріп тұрмыз, Жетісудан осы шығысында Қашғарияға дейінгі жерді алып жатқан өте үлкен аумақта, яғни былайша айтқан кезде жеткілікті аумақ өздеріне. Жалпы Қарахан мемлекеті бұл Қарахан мемлекеті билеушілеріне тоқталатын болсақ, билеушілеріне жатқызсақ Сатуқ Боғра, Әли Арслан, Хасан Боғра хандарды жатқызсақ болады. Жалпы осы Қарахан мемлекеті осы 10 ғасырдың соңына қарай Орта Азияда мұсылман деректерінде кездесе бастайды. Ал Қарахан мемлекеті деген атау 10-11 ғасырларда пайда болған болатын. Қарахан мемлекетін билеушілер өздерінің Қарахан есімді тұлғаның ұрпақтарымыз деп санаған. Қарахан мемлекетінің негізін қалаушы осы Сатуқ Боғра хан 942 жылы қалаған, ал өзі ол 915-955 жылдар аралығында өмір сүрген болатын. Ол біртіндеп Қашғарды, одан соң Таразды өзіне бағындырған болатын. 10 ғасырдың 90 жылдарында осы Қарахандар орталық Тянь-Шаньды және Жетісуды басып алған болатын. Ал 955 жылы билікке Мұса хан келеді. Ал Мұса ханның келуі елге ислам дінінің келуімен тікелей байланысты. Неге? Өйткені 960 жылы Мұса хан ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялаған болатын. Ал 10 ғасырда осы Хасан Боғра хан Бұхараны жаулап алады. 1089 жылы бірақ селжұқтарды жаулап алады. Ал 1137 жылы осы Қара Қытай
Қарахан мемлекетіне ойсырата соққы берудің әсерінен осы Қарахан мемлекеті әлсірейді және 11 ғасырдың 40 жылдарында екіге бөлініп кетеді, батыс және шығыс Қарахан болып. 1212 жылы осы Хорезм шағы Мұхаммед Қараханды құлатқан болатын. Ал келесі бізде ол Қарақытай мемлекеті. Міне Қарақытай мемлекеті көріп тұрғанымыздай Жетісу аумағын, қазіргі Қырғызстанның жерін және Қазақстанның оңтүстік бөліктерін және Алтай осы Қарақытай мемлекетіне жалпы кірген болатын. Қарақытай мемлекетінің құрылуына тоқталатын болсақ, Қарақытай мемлекетінің негізі осы қидандар тайпасынан қаланады. Осы олар Қытай деректерінде қидан немесе цидан деп кездеседі. Қидандар түркі тілдес көшпелі халық болған. Олардың ата-бабалары Монғолияда, Қытайдың солтүстік аймақтарында өмір сүрген. Қарақытай мемлекеті жалпы Жетісу аймағында, осы жаңа айтып өткендей Жетісу аймағында жалпы мекен еткен, сол жақта өздерінің биліктерін құрған болатын. Ал олардың хандарына тоқталатын болсақ, Қарақытай мемлекет жалпы 1128 жыл мен 1153 жылдарда осы Тұғырыл хан мемлекетті құрған алғашқы билеуші. Ол Қытайдың солтүстік аймақтарына билік жүргізіп, Жетісуда жаңа мемлекет осы қалайды. Жалпы бір қатар ретке келтіріп, осы мемлекетті дамытқан болатын. Одан кейін бізде Илю Даши, ол 1153-1163 жылдары билік етеді. Қарақытай осы кімнен кейінгі, Тұғырыл ханнан кейінгі билеуші. Илю Дашидің кезінде Қарақытайлар өзінің аумағын кеңейтеді, әскери жағынан күшті болуға және орталық Азияға бірталай ықпалын тигізеді. Одан кейінгі бізде Илю Дашидан кейінгі хандар бар, бірақ олар туралы көп мәлімет жоқ. Олар Илю Чуншен, Гао хан деген секілді хандар, осы Илю Дашидан кейінгі келетін хандар. Олардың кезіндегі жалпы оқиғалар, ол мемлекеттің шекаралары одан әрі кеңейіп, Жетісу мен Орта Азияда өзінің биліктерін құрған болатын. Ал Қарақытай мемлекетінің соңғы билеуші жаңағы Гао хан, ол Гао ханның кезінде мемлекет өте әлсірей бастайды. 1213 жылы осы Қарақытайлар Шыңғыс ханның әскерінен жеңіліп, мемлекет осы жерден құлаған болатын. Келесі бізде ол Қимақ Қыпшақ бірлестігі. Жалпы бірінші Қимақ қағанатына тоқталып өтетін болсақ, міне оның жер аумағы, олар солтүстік, шығыс және орталық Қазақстанның осы далалы өңірлерін мекендеген Қимақ қағанаты болатын. Жалпы деректерге сүйенетін болсақ, Қимақ қағанаты жеті тайпа кірген осы Қимақ қағанатына. Осы 9 ғасырда Ертіс бойынан оңтүстігіне Жоңғар алатауына дейінгі аймақта осы 12 тайпасы бірігіп мемлекет құрған болатын. Жалпы мемлекетті қаған билеген оған тайпалардың көсемі жабғулар бағынға, ал жекелеген ру тайпаларға осы шат билеген болатын. Және билік мұрагерлікпен қалып отырды. Жалпы билік мұрагерлікпен қалып отырған. Ал олардың шаруашылықтарына тоқталсақ, жалпы Қимақтар ата кәсіп ретінде мал шаруашылығымен шұғылданған болатын. Жалпы одан кейінгі бізде Қимақ қағанаты, Қыпшақ қағандығы, ол өте үлкен жерді, Қазақстанның жалпы айтқан кезде көп бөлігін алып жатыр. Батысында Қара теңізге дейін, солтүстігінде жалпы орталық Қазақстанның жоғарғы бөлігі, ал оңтүстігінде жалпы осы қазіргі оңтүстік Қазақстан аумағы, Өзбекстанға дейінгі аумақ, ал шығысында Алтайға дейінгі, Балқаштан ары, яғни осы қазіргі шығыс Қазақстан облысына дейінгі жерлерді Жетісу бөлігінің жоғарғы жағын алып жатқан болатын.
Жалпы қыпшақтар Алтай Саян таулары өңірін мекендеп, одан соң біртіндеп Ұлы Дала аймағына қарай қоныс аударған болатын. Жалпы есте сақтайтын бір маңызды дүниелер ол осы орыстар Еділге дейінгі аумақта қоныстанған қыпшақ тайпаларын правецтер деп атай бастаған, ал батыс Еуропа деректері қыпшақтарды командар деп атаған болатын. Жалпы қыпшақ қағандарының саясатында билік мұрагерлікпен әкеден балаға қалып отырған, жаңа тура қимақтардікі секілді хандар әулетінен шыққан, жалпы хандар әулетінен шыққан осы адамдар қыпшақтың ең қуатты рулары ел бөрілі деп аталды, орда деген атпен мәлім болған. Және тағы да атап өтетін болсақ, осы қыпшақ хандарының ішкі және сыртқы 11-ші ғасырда Орта Азия елдерімен орыс жермен Бұлғариямен байланыс орнатады, және орталық батыс Қазақстандағы көптеген одақтар өздерінің осы тамырларын осы қыпшақ бірлестігімен байланыстырады. Және бұл ең ұзақ өмір сүрген, ең ұзақ демейін енді, бірақ ұзақ өмір сүрген мемлекеттердің бірі болады. Жалпы тағы да есте сақтайтын мәліметтердің бірі осы қыпшақ тілі. Қыпшақ тілі осы орасан зор ықпал тигізеді. Өте көп түркі халықтарында өте көп қолданылады. Жалпы олардың арасында кейіннен осы қыпшақ халқы былайша айтқан кезде барлық мемлекеттерде жалпы кездескен болатын қыпшақтардың адамдары.